Баршаңызға сәлем. Бүгінгі влогта демалыста біз бассейнге барған туралы болады. Мына жерде машинадан түсіп қалдық та, апорт торговый центрына мінекей келіп жеттік. Сағат түс шамасы еді. Ішіне кірсек адам өте көп. Жаңа жылдың алды болғандықтан бәрі қарбалас. Жаңа жылға апорттың ішінде жақсылап сәндеп қойыпты, осындай елка қойып қойыпты. Кассаға келдік, Майами жағынан кірдік біз. Неке Майами Гавайи болып қазір екіге бөлінеді. Ар жағынан кірсеңіз Гавайи деп тұрады. Неке билет бағалары бір күнге түгел алсаңыз болады, немесе 4 сағат қалсаңыз болады. Біз бір күнге түгел алдық. Егер купальник анау мынау жоқ болса, осы жерден сразу сатып алуға болады. Осындай үлкен карта бар, осы жерден көріп біліп алсаңыз болады, қай жерде жүргеніңізді. Видеоға түсіріп алдым мына жерде. Кіре салғанда мына жерде кішкентай балаларға арналған суы таяз. Ары қарай жүре берсеңіз, суы тереңдей береді. Өзімізбен бірге біз баллон алып алдық, осындай балапанды. Екеуі мәз, екі балам. Ішінде жүрсеңіз бір жазда жүрген сияқты, іші жып-жылы. Адам көп болды. Неке осындай лежактар бар. Ары қарай біз жүріп баратырмыз. Мына жерде оң жағымызда спа релакс центр бар. Бұған бөлек ақша төлеп кірсеңіз болады. 4500 ба сондай. Бірақ біз бұл жаққа кірген жоқпыз. Егер бассейнге кірмей тек осы жаққа кірем десеңіз, осы жерге ғана кіруге болады. Неке түсіріп жүрмін мен мына жақта. Мына жақта мынандай күшті джакузи бар. Ұнады бізге. Іші өте үлкен, осындай. Тағы да кішкентай балаларға арналған бассейн бар. Осындай тасбақалар, прям шын сияқты. Мына сыртында тоже горкалар бар. Сырғанап суға түсуге болады, бірақ дала өте суық болды. Декабрьдің аяғы. Мына жерде маған ұнаған үлкендерге арналған мынау. Мына жерде камикадзе деген үлкен бір 4 этаждай көтерілесіз лестницамен. Өзіңізбен бірге баллон тұрады. Содан кейін қап-қара туннельдің ішінен свет ештеңе жоқ, түсесіз жалғыз өзіңіз. Прям күшті, стресс бәрін снимать етуге болады. Мынау мен, мына жерде мен уже 2000 теңге беріп рыбкада отырмын. Аяғыңызда өлі теріні жейді екен. Басында қытығың келеді, одан кейін үйреніп кетесіз. Мына жерде біз тамақтануға келіп отырмыз, заказ беріп қойып күтіп отырған сәт. Мына жерде уже Гавайи деп жазылып тұр, welcome to Гавайи деп. Неке уже кеш батты, адамдар әлі жүр, осындай заказ бердік. Мына жерде мен ағаштан істелген бочкада отырмын, 15 минут деп айтты. Бірақ мен көп отыра алмадым, 10 минут па или 8 минут қана отырдым, одан кейін сразу шығып кеттім. Мінеки тағы бір қызықты сәт, осы жерде сағат 8-де или 9-да ма ұмытып қалдым. Осындай валына жібереді екен. Ұнады прям. Мына жерде обзор түсіріп тұрмын. Мінеки қаншама бассейн бар. Іші деген өте үлкен. Горкалары да көп. Камерамен жүріп суға түсе алмайсыз. Сол үшін осылай түсіріп алдым.
Осы влогтың соңында айтарым, Гавайи Майами паркі бізге ұнады, балаларға да қызықты, үлкендерге де қызықты. Көптеген бассейндер бар, горкалар бар, іші жылы, тамақтары да бәрі ұнады. Отбасыларыңызбен осылай қыдырып, келіп демалып тұрыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.